Бүгін сабағымызды ой қозғаумен бастағым келіп жатыр. Бірінші сұрақ сендерге: егер сенің үйіңде робот болса, ол саған қалай көмектесер еді? Иә. Ол үйде жинап тамақ пісіріп беруі мүмкін, бірақ ол адамды жалқаулыққа келтіруі мүмкін. Жақсы. Тағы да кім? Менің үйімде робот болса, мен оған жұмыс жасарына дедім. Ол қандай жұмыс жасайсыз? Біз үйін жинаудан дедім. Және тағы да басқа жұмыстар жасаудан дедім. Жақсы, отырады. Екінші сұрақ: роботтар адамдардың орнын баса ала ма? Әлде тек көмекші бола ма? Роботтар адамдардың орнын алмайды, өйткені олардың жаны жоқ. Және олар адамдардың сезімін сезбейді. Жақсы. Тағы да кім жауап береді? Роботтар тек қана ол бізге көмекші болады. Олар адам орнын баса алмайды. Не үшін десеңіз, ол адам сияқты жұмыс істейді, түсінбей жұмыс істей алмайды. Жақсы. Келесі: қай салада роботтарды қолдану ең тиімді деп ойлайсың? Менің ойымша, тұрмыстық салада роботтарды қолдану ең тиімді деп ойлаймын. Себебі олар үй шаруашылығына көмектесе алады. Мысалға, жұмыста болған кезде, немесе үй жұмысын орындап жатқан кезде. Олар үй шаруашылығына бізге көмек бере алады. Менің ойымша, өндірістік робот оңай сияқты. Өйткені үй шаруашылығы істеп жатқан кезде далада жұмыстар пайда болуы мүмкін, соны істеуі көмектеседі. Иә, жақсы айтамын. Менің ойымша, роботтарды торговый центрда қолданғанын дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол жерде адамдар заттардың қай жерде екенін білмейді. Робот оларға түсіндіріп береді. Мысалы, бір киім алатын жерге барғысы келсе, осындай киім алатын жерлер бар деп түсіндіріп береді. Жақсы. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Сабақ мақсаты робот анықтамасын тұжырымдау, роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Қазір сендерге робот сабақты түсіндіріп берсе, тыңдап отырайық. Роботымызды қосып берейік. Робот тірі ағзаға ұқсатып жасалған автоматты құрылғы. Ол түрлі датчиктер, сенсорлар арқылы ақпарат алады және өзіне жүктелген программаға сәйкес әрекет етеді. Алғаш рет робот сөзін чех жазушылар ағайынды Кәрел және Иосиф Шабеттер 1920 жылы енгізген. Робот сөзі чех тілінде еріксіз еңбек ету деген мағынаны береді. Бүгінгі таңда роботты қазақ тілінде көтермелдеп те атап жүр. Роботтар не үшін қажет? Адамды роботты ауыр әрі қауіпті жұмыстарда пайдаланады. Мысалы, минадан тазалау. Робот тірі ағзаға ұқсатып жасалған автоматты құрылғы. Жақсы. Келесі бізде топтасып мына жерге отырайық. Жақсы, бәрінен келіп, роботтың үстімен басқаннан жүріңдер, шығып бәрілерін жеке-жеке роботтың үстін басып, кім қай топ екенін біліп алыңдар. Жақсы, бірінші топ мына парта, екінші топ ар жақтағы парта. Отыра қойыңдар. Жақсы. Тез баса қалады, үстінен баса. Жақсы, екінші топ, бірінші топ. Жақсы, отыра қойыңдар. Әркім өз тобына барып отырсын. Екінші топ. Жақсы, бірінші топ екен. Басыңдар, шыдам. Жақсы, отырағандар. Әркім өз тобына келіп орналасса, енді осылай бүгінгі тақырыбымызға байланысты бізде жұптық жұмыстар тақтада көріп отырғандай Gemini программасын ашамыз да, сол жерге роботтың, өндірістік робот және тұрмыстық роботтың артықшылығы мен кемшілігі деп жазайық.
артықшылығы мен кемшілігі деп жазып, давай. Жеменейді ашамыз. Жеменейді тұрмыстық робот пен өндірістік роботтың айырмашылығы мен кемшілігі деп жазамыз. Жазалар. Жылдам жазып. Жемини деп жазыңдар да, сол жерге өндірістік робот пен тұрмыстық роботтың айырмашылығы мен кемшілігін айта қойыңдар. Жұптық жұмыс екеулерін бірге қазір жұппен ақылдаса отырып жауап береміз. Жемини деп жаза ғой мына жерге. Жазалып жатсыңдар ма? Шығып жатыр ма балалар? Жақсы, жұптық жұмыс, бірге жұмыс жасаймыз, екеулерін жерге жұптасып жұмыс жасайық. Қай жұптық ашылды? Жауаптарың бар ма? Бар ма? Санжар мен Нұрбал, екеулерін бір-бірінен алып беріңдерші маған. Бір кемшілігін, бір екеуі ортаға қойыңдар. Біреуін кемшілігін, біреуін артықшылығын алып беремін. Өндірістік роботтың артықшылығы жылдамдық пен дәлдік. Адамнан тез әрі қатесіз жұмыс істейді, және оның қауіпсіздігі өте көп. Адам үшін зиянды ортада, ыстық немесе радиация жақта жұмыс істей береді, және үздіксіз жұмыс, шаршамайды, демалыссыз 24/7 жұмыс істейді. Жақсы. Кемшілігі. Қымбат сатып алу мен жөндеу үлкен қаражатты талап етеді. Жұмыссыздық, қарапайым жұмысшылар алмастырып адамдардың жұмыссыз қалуына әкеледі. Жұмыссыз қалуына және де жөндеуіне көп ақша кетеді, Жақсы. Бірге, дәлдеп. Табылды ма? Оқ беріңдерші. Табылды ма сізде? Жоқ, табылмады, басқа нәрсе жазсын. Қыздар сіздерде табылды ма? Оқ беріңдерші, бір артықшылығы мен бір кемшілігі. Артықшылығын оқ беру ғой. Тұрмыстық роботтың артықшылығы қарт адамдарға немесе мүмкіндігі шектеулі жандарға үй шаруасына көмек бере алады. Жақсы, өте жақсы. Тұрмыстық роботтың кемшілігі, мысалы робот
сорғыш баспалдақпен жоғарыға шыға алмайды, немесе бұрыштағы шаңды толық тазалау алмауы мүмкін. Керемет. Бұл жерде бағалау, өз-өзін бағалау, иә? Әркім өз-өзін бағалап өтеді. Жақсы табылды ма сендерде? Оқи ғой. Артықшылығын оқи қойшы, бір артықшылығын. Тұрып оқи ғой. Бір артықшылығын. Дәлдікпен жылғаныз дейді, иә? Оқи ғой. Дәлдікпен жылғаныз. Роботтар жұмысты өте дәл орындайды екен, иә? Жақсы. Және адамға қарағанда тезірек істейді, иә? Жақсы. Кемшілігі оқып бере қойшы, үлкен жүктеме дейді. Сабақ саны көбейді, үй тапсырмасы бұрынғыдай арнау болады, оқушы тез шығарылады. Шаршауы мүмкін дейді, иә? Жақсы. Өте жақсы. Мына жақта әдісіне ма? Шықты ма? Өндірістік роботтар, тұрмыстық роботтар не дейді? Артықшылығын оқи қойшы. Тұрмыстық роботтың артықшылығы уақытты үнемдей. Робот үй жинап жатқанда сен сабақ оқи аласың, немесе ойнай аласың. Қолжетімділік өндірістік роботтарға қарағанда әлдеқайда арзан және кез келген дүкенге алуға болады. Қолдануға оңай. Оларды басқару үшін арнайы инженер болудың қажеті жоқ. Көбіне телефон арқылы басқарылады. Телефон арқылы басқарылады екен, иә? Жақсы. Тағы кім оқиды? Оқи ғой. Дауысын қарсы шығар. Тұрмыстық роботтар артықшылығы үй шаруасын жеңілдетеді. Мысалы, сен сабақ оқып отырғанда робот шаңсорғыш еденді тазалап жүреді. Олар шаршамайды және көңіл күйі бұзылмайды. Жақсы. Жақсы балалар. Түсіндік қой, иә? Роботтың артықшылығы мен кемшілігін түсіндік. Енді бізде бағалау, әркім өз-өзін бағалап өтеді. Жақсы. Екінші топта өте жақсы жауап берді. Артықшылығы мен кемшілігі. Және де бірінші топтағыларда жақсы жылдам жаңағы жасанды интеллектті пайдалану арқылы жүйені қолданып, ішіндегі артықшылығы мен кемшіліктерін таба білді. Рахмет.